Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар. Бүгін біз алгебра 7-ші сынып атты 50-ші есепті шығарамыз. Бұл жерде мына екі бөлшекті қосу қажет. Ол үшін не істейміз? Бірінші 2m-ді алымына жазамыз. Мына 5m мен 5n-ні 5-ті жақшаның сыртына шығарып болады. Яғни m плюс n қалады. Плюс 3n қайтадан жазылады. Енді қайтадан 5m мен 5n-нің 5 жақшаның сыртына шығады. Сонда 5m минус n болады. Тең, енді ортақ бөлім m плюс n, m минус n болады, және екеуінде де 5 бар. Демек, 5 m плюс n, m минус n болады. Енді осының бәрі ортақ бөлім болады. Осы ортақ бөлімнің осының барлығын мынаған бөлетін болсақ, мұнда m минус n түседі. Ал мынаған бөлетін болсақ, онда 5 пен 5 қысқарады, m минус n мен m минус n қысқарады. Бізде мынаның алдына m плюс n түседі. Енді осы жерден 2m-ді m-ға көбейтеміз, сол кезде бізде 2m квадрат болады. 2m-ді минус n-ге көбейтеміз, минус 2mn болады. 3n-ді m-ға көбейтеміз, плюс 3mn болады. Енді 3n-ді n-ға көбейтетін болсақ, плюс 3n квадрат болады. Енді осы жерден бөлшектің бөлімін қайтадан жазамыз. 5m плюс n, m минус n. Енді мына m квадрат басқа жоқ, сондықтан өз жазылады. Минус 2mn мен плюс 3mn қосылып бізде плюс mn-ді береді. Плюс 3n квадрат болады. Демек, бізде екі бөлшекті қосатын болсақ, осындай түрдегі бөлшек шығады екен. Яғни 2m квадрат плюс mn плюс 3n квадрат бөлінген 5m плюс n, m минус n жақшыда. Бұл бізде бірінші есептің шығару. Енді екінші есепті шығарамыз. Екінші есеп бізде 7x бөлінген 3x плюс 3y минус 2x бөлінген 3x минус 3y тең. Енді бұл жерден тағы да 7x қалады. Мына екеуінен 3-ті жақшаның сыртына шығарып жібереміз, x плюс y болады. Минус 2x бөлінген. Мына жерден де 3-ті жақшаның сыртына шығарып жібереміз, 3x минус y болады. Енді осы жерден ортақ бөлімді алатын болсақ, екеуінде де 3 бар, демек 3-ті аламыз. x плюс y бар, мына жерде жоқ. Сондықтан x плюс y-дің өзін аламыз. x минус y мына жерде бар, мына жерде. Сондықтан онда x минус y-ді аламыз. Енді ортақ бөлім мынаған 3x плюс y қысқарып кетсе, x минус y түседі. Мынаған x плюс y түседі. Енді осы жерден 7-ні x-ке көбейтсек 7x квадрат болады. Минус 7xy болады. Мынаның алды минус болғандықтан минус 2x x плюс y деп жақшаға жазып қоя салайық. Минус 2x деп алдын жазайық та, x плюс y деп жазайық. Тең, осы жерден 7x квадрат минус 7xy. Енді мына жақшаны ашайық. Мынаны көбейтсек, минус 2x квадрат болады. Мынаны көбейтсек, минус 2xy болады. Бөлу 3x плюс y, x минус y болады. Тең, 7x квадрат пен x квадрат азайтылып бізде 5x квадрат болады. Минус 7xy пен мынау қосылып бізде минус 9xy болады. И минус 9xy болды. Бөлінген 3x плюс y, x минус y қалады. Сонымен екі бөлшекті бір-біріне азайтсақ, бізде осындай бөлшекті алады екенбіз. Бұл бізде екінші есептің шығарылуы. Енді үшінші есепті шығарамыз. Үшінші есеп 5b бөлінген ax плюс ay минус 2a bx плюс by тең. Енді жерде 5b қалады. Мына екеуінен a-ны жақшаның сыртына шығарып жібереміз, x плюс y болып қалады. Минус 2a бөлінген. Мына екеуінен b-ны шығарып жібереміз, x плюс y болады. Тең. Енді осы жерден ортақ бөлім. Екеуінде де x плюс y бар, сондықтан x плюс y-ді аламыз. Және a біріншісінде бар болғанымен екіншісінде жоқ, оны аламыз. b екіншісінде бар болғанымен біріншісінде жоқ, сондықтан оны да аламыз. Сонда a b x плюс y болады ортақ бөлім. Енді осыны мынаған бөлетін болсақ, мына жерге b түседі.
мына жерге а түседі. Енді мына екеуін көбейтетін болсақ, 5b квадрат болады, минус 2a квадрат болады. Сонда үшінші есепті бір-біріне, бөлшектер бір-біріне азайтсақ, бізде осындай бөлшек пайда болады. 5b квадрат минус 2a квадрат бөлінген ab x плюс y. Енді төртінші есепті шығарамыз. Төртінші есепте 3x бөлінген 4x плюс 4y минус 6x бөлінген 8x плюс 8y тең. Енді осы жерден, мына жерден 3x-ті өзін жазамыз да, мынадан 4-ті жақшаның сыртына шығарып жібереміз. X плюс y болады. Минус 6x-ті бөлеміз да, мына жерден 8-ті жақшаның сыртына шығарып жібереміз. X плюс y болады. Тең. Енді осы жерден мында да x плюс y бар, мында да x плюс y бар. Сонда мына жерден x плюс y-дің өзін аламыз. Және мында 4 бар, мында 8 бар. Ортақ бөлініс 8 деп аламыз. Енді осының біріншісіне бөлетін болсақ, мына жерге 2 түседі, мына жерге өз-өзіне бөлсек 1 түседі. Енді 3-ті 2-ге бөлсек 6x болады. Минус 6-ны 1-ге бөлсек, көбейтсек 6 болады. Сонда 6x болады. Енді мына екеуін жойылса, екеуі 0 болады. 0 бөлінген 8x плюс y болады. Енді осы жерде 0x плюс 8x плюс y-ге бөлсек, бізде 0 болады. Демек, бұл есептің жауабы 0 болады екен. Бұндай да жағдайлар кездеседі. Сонымен есептің шығару жолы осындай. Егер есептің шығару жолы түсінікті болса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп кетсеңіздер болады.